Кел, Дана, отыр. Данажан, бүгін мен сенің аспазың, және даяшың болып, саған қызмет етем. Қандай керемет? Есіңде болсын, біз өз денсаулығымызға пайдалы тағамдарды таңдап ішуіміз керек. Ол қандай тағамдар? Ас адамға күш беретін қуат көзі. Ас қорыту жүйесі ішкен асты қорытып, ондағы нәрлі заттарды бойымызға сіңіреді. Деніміз сау, мықты болып өсу үшін ағзаға нәрлі заттар көп қажет. Мысалы? Мәселен, сүт, айран, йогурт пен ірімшіктің құрамында кальций көп. Ол біздің сүйектеріміздің беріктігін қамтамасыз етеді. Көкөністер, жаңғақтар және бұршақтардың құрамында адамның терісіне, көзіне, шашына қажетті дәрумендер бар. Ал құнарсыз тағамдар қандай болады? Құрамында пайдалы заты аз, керісінше денсаулыққа зиян, тұзы, майы, қанты көп тағам құнарсыз тағам болып саналады. Мұндай тамаққа әуес болмаған жөн. Қанты көп деме? Иә, Дана. Құрамында қанты көп, торт, печенье, балмұздақ, кәмпиттер, басқа да кондитерлік тағамдар мен түрлі тәтті сусындар адамның көңіл-күйіне және өзін-өзі жақсы сезінуіне әсер етеді. Бұл тағамдарды ішкен кезде күш-қуатың тез артып, өте белсенді болғаныңмен, көңіл-күйің тез өзгеріп, ашуланғыш немесе сылбыр күйге түсесің, тез шаршайсың. Ал майлы, тұзды ет, шұжық, бәліш, самса, тағы да сол сияқты ауыр тағамдардың салдары уақыт өте келе білінеді. Мұндай тамаққа әуестік асқазан ауруларын алып келуі мүмкін. Сондықтан құнарсыз тағамдардың орнына мүмкіндік болса, құрамында пайдалы заттары көбірегін таңдау керек. Міне, мына суретте күнделікті тамақтану кезінде тағам топтарының ара салмағын қалай үйлестіру керектігі көрсетілген. Сонда жемістер мен протеиндерге қарағанда көкөністер мен жармаларды көбірек жеу керек екен ғой. Иә, таңертең ұйқыдан тұрғанда таңғы ас ішу керек. Біздің халқымызда таңғы асты тастама деген нақыл бар. Себебі біздің күні бойғы көңіл-күйіміз бен белсенділігімізге таңғы астың әсері зор. Сондықтан таңғы асқа ерекше мән берген жөн. Таңғы асқа көбінесе тәтті тоқаштар, түрлі печеньелер, тәтті ботқалар немесе қуырылған тамақ жеген дұрыс емес. Бұлар құнарсыз және құрамында қант немесе май мен тұз көп болғандықтан түске шейін жетпей, тез шаршап, қарнымыз ашады. Оның орнына нәрлі талшықтары көп, түрлі дақылдардан жасалған нан жеген пайдалы. Және оразамызды жеміспен, йогуртпен ашқанымыз дұрыс болады. Себебі олар тәтті ботқаға немесе қуырдаққа қарағанда сіңімді, құнарлы, демек түскі асқа дейін тоқ жүруіңе сеп болады. Түскі асқа не алғанымыз дұрыс? Қане көрейік. Бүгін пицца, гамбургер, көкөніс салаты қосылған, ысталған балапан еті бар екен. Майы аз, әрі балғын көкөністер қосылған балапан еті жеңіл, әрі құнарлы тамақ. Сондықтан осыны алайық. Түскі асқа ақ наннан гөрі құнарлы заттарға байырақ, құрамында сіңімді заттар көп. Қара бидай нанын таңдаған дұрыс болар. Кейде осындай тағамдардың арасынан құнарлылығын таңдау қиынға соғуы мүмкін. Қытырлақ картоп қуырылып жасалады және тұзы мен майы көп болады. Алғың келсе, қуырылғаннан гөрі пісірілген, майы азырағын таңдағаның дұрыс. Мен тұздалмаған жаңғақты таңдар едім. Себебі оның құрамындағы протеиндер бұлшық еттердің жетілуіне ықпал етеді. Не ішеміз? Біз әдетте шырындар пайдалы деп ойлаймыз. Бірақ оларға қант қосылған болуы мүмкін. Шоколад немесе құлпынай қосылған сүттердің де құрамында қант көп. Сондықтан майлылығы төмен, қарапайым сүт немесе жай ғана су ішкен жөн.
ас адамның арқауы дейді халқымыз. Деніміз сау, қоғамға пайдалы азамат болып өсу үшін ішетін тамағымызға әрқашан мән беруіміз керек. Қайталайық. Дұрыс тамақтану. Біз өз денсаулығымызға пайдалы тағамдарды таңдап ішуіміз керек. Мысалы, сүт, айран, йогурт пен ірімшіктердің құрамында кальций көп. Ол біздің сүйектеріміздің беріктігін арттырады. Көкөністер, жаңғақтар және бұршақтардың құрамында адамның терісіне, көзіне, шашына қажетті дәрумендер бар. Құрамында пайдалы заты аз, керісінше тұзы, майы, қанты көп тағамдар, құнарсыз тағамдар болып саналады. Құрамында қанты көп тағамдар мен түрлі тәтті сусындар адамның көңіл-күйіне және өзін-өзі сезінуіне әсер етеді. Мұндай тағамдарды ішкен кезде адамның күш-қуаты кенеттен артып, өте белсенді болғанымен, тез өзгеріп, ашуланшақ немесе сылбыр күйге түседі. Әрі тез шаршайды. Ал майлы, тұзды тағамдардың салдары уақыт өте келе білінеді. Сондықтан, денсаулыққа пайдасы аз тағамдардан бас тартып, мүмкіндік болса, пайдалы аз таңдау керек. Күнделікті тамақтану кезінде тағамдардың ара салмағын қалай үйлестіру керектігі көрсетілген суретке назар аударсақ, жемістер мен протеиндерге қарағанда көкөністер мен жармаларды көбірек жеу керектігін байқаймыз. Таңғы асқа ерекше көңіл бөлу керек. Халықта таңғы асты тастама деген нақыл бар. Себебі біздің күні бойғы көңіл күйіміз бен белсенділігімізге таңғы астың әсері зор.